Ассаламу алейкум. Бүгінгі біздің тақырыбымыз екіні талдау. Яғни біз көбінесе екінің қорытындысына көретініміздей дұрыс ритмді, синусты, жүректің жиылу минутына 84 рет, жүректің электрөсі қалыпты деген қорытындыларға көреміз. Осы қорытындыларды анықтау үшін белгілі бір алгоритммен жүріп отырамыз. Енді сол алгоритмге ерекшелігі тоқталып кетсек. Бірінші кезекте жүректің ритмін анықтаймыз, жүректің соғу жылдамдығын анықтаймыз, қозудың шығу көзін, яғни синусты түйіннен шығып жатыр ма, әлде басқа түйіннен ба, соған мән береміз. Өткізгіштік жүйені талдауға көңіл бөлеміз, жүректің электрөсін анықтаймыз, және тісшілігі баға беріп кетеміз. Енді бірінші жүректің ритмін анықтауымыз үшін біз бірінші ер менен екінші ердің аралығын өлшеп аламыз. Және де бұны екінші ер мен үшінші ердің аралығымен салыстырамыз. Яғни бұлар салыстырған кезде бұлардың бір-бірінен ара қатынасы 10%-дан аспау керек. Сол кезде біз жүректің ритмін дұрыс деп қоя аламыз. Егер біздің бірінші ер менен екінші ердің арасы мен екінші ер мен үшінші ердің арасының ара қашықтығы 10%-дан асатын болса, бұл бізде аритмияны көрсетеді. Ал біз енді екінші кезекте жүректің соғу жылдамдығын анықтаймыз. Жүректің соғу жылдамдығын анықтауымыз үшін екінің түсіру жылдамдығын білуіміз керек. Ол екі түрде болады: 25 мм секунд немесе 50 мм секунд. Осыған байланысты біз белгілі бір сандарға көбейтіп отырамыз. 25 мм секунд болса 0,04-ге, 50 мм секунд болса 0,2-ге көбейтеміз. Ал енді бұның анықтаудың екі түрлі формулалары бар. Бірінші формуласын анықтайтын болсақ, жүректің соғу жиілігін анықтауымыз үшін уақыт, яғни 1 минутта 60 секунд, оны ердің аралығына көбейтеміз екінің жылдамдығына. Мысалына тоқталатын болсақ, бірінші мына жерден екінші ердің аралығын екінші стандарттан анықтаймыз әрдайым. Бұл жерде бізде примерно 21 мм бар. 21 мм жылдамдығын көріп отырғанымыздай 25 мм секунд жылдамдығын көбейтеміз 0,4-ге. Бұдан шыққан сан 0,84, оны 60-ға бөлеміз. Сонда бұл жерде бізде қазір 60-ты бөлеміз 0,84-ге тең 71 шығады. Сонда жүректің жиырылу жылдамдығы 71-ге тең. Ал екінші тәсіліміз бұл мынау болып кетеді. Жылдамдыққа байланысты әрбірінің өзінің ерекшелігі бар. Енді оны екіде көретін болсақ, бізде 25 мм секунд жылдамдықтан болғаннан кейін 300-ді бөлеміз, яғни бірінші ер мен екінші ердің аралығын, яғни бұл жерде біз бір клетканы бір деп аламыз, яғни кубты квадратты бір деп аламыз. Яғни бізден бұлдан біреу, екеу, үшеу бар, және де бірінші жақ пен екінші жақты қосқанда 4,2 болады. Яғни бұны 300-ге бөлеміз. Сол кезде бізде примерно 71 шығады жауабы. Сонда жүректің соғу жылдамдығы 71-ге тең деп атаймыз. Енді үшінші, бұл қозудың шығу көзін анықтау. Қозудың шығу көзі қалыпты жағдайда синус түйіннен болу керек. Синусты ритм болу қажет. Одан бөлек бізде АВ түйіннің ритмі, қарыншалық ритм болуы мүмкін, және эктопиялық ошақтан пайда болған импульстен болуы мүмкін. Енді біз бірінші кезде екінші стандарттан немесе бірінші стандарттан қараймыз. Көбінесе екінші стандарттан. Бірінші біз П тішесінің 10 болуына көңіл бөлеміз. Кейін ПQ интервалына көңіл бөлеміз. Яғни ПQ интервалы бірінші комплексте қалай, екінші комплексте қалай. Яғни бұны бір-бірімен салыстырамыз. Ол кезде ешқандай белгілі бір ауытқитындай ерекшелік болмау керек, бірдей болу керек. Сонымен қатар бірінші
комплекстегі P тишесі мен екінші комплекстен P тишесінің ара қашықтығын өлшейміз. Және бірінші комплекстегі R тишесі мен екінші комплекстегі R тишесінің ара қатынасын өлшейміз. Және бұдан шыққан екі қатынасты бірімен салыстырып көреміз. Одан бөлек тек қана 1 мен 2 емес, 3-ті де көреміз. Осы арқылы бірінші P мен екінші P мен үшінші P-ның аралығын өлшеп, бір қорытындыға келеміз. Осылай біз синусты түйіннің ритмі деп анықтауымызға болады. Өткізгіштікке талдау жасау. Өткізгіштікке талдау жасауымыз үшін біз PQ интервалы, QRS, сосын ST сегменті және T сегменттерінің ұзақтығын өлшейміз. Осы арқылы біз жүректің өткізгіш жүйесіне баға бере аламыз. Жүректің электр өсін анықтау. Бұл жүректің электр өсін анықтау бізде біраз уақыт ала екен. Соған байланысты біз оны жеке видео ретінде салуды жоспарладық. Енді келесі анықтау жүйесі бұл тишелерге баға беру. Әрбір тишеге баға берерден алдын біз алдыңғы сабақта қарастырып кеткеніміздей ұзақтығына, амплитудасына, яғни биіктігіне немесе тереңдігіне, кейін әрбірінің өзінің орналасатын жеріне, яғни оң болама, теріс болама, қос фазалы болама, осыған көңіл бөлеміз. Осы арқылы біз әрбір тишеге баға беру арқылы біз белгілі бір жүректің өзгерістерін анықтауымызға болады.